Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өзімнің жиі жасайтын күріш тағаммен, яғни палау тағамының рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт көбіне жаңа түскен қыз-келіншектерге өте пайдалы болмақ. Егер сіздерде палауларыңыз дұрыс шықпай жатса, дәл осы рецептке қарап жасап көріңіздер. Сіздерде 100% өте дәмді палау шығатынына мен сенімдімін. Және де маған қолдау ретінде міндетті түрде менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып өтулеріңізді сұраймын. Мұнда маған керек заттар: ет, менде жас малдың еті, осылай 4 бұрышты орташа қылып турап алдым. Сәбізді соломка қылып турап алдым, көріп тұрғандарыңыздай. Пияз, сұйық май және де күріш керек болады. Күріштің менде езілмейтін жақсы сұрыптарының бірі. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құямыз. Сұйық май кішкене ғана жыбырлап қызған кезде, көріп тұрғандай жыбырлап қызып жатыр. Дәл осы сәтте ет салатын боламыз. Етті майлылау еттен алсаңыздар дұрыс болады. Сол кезде сіздердің күріштеріңіз құрғақ болмай, майлы болып, дәмді болып шығатын болады. Мұны бетін жауып, 4-5 минут көлемінде қуырып алатын боламыз. Келесі пиязды саламыз. Тағы да бір рет араластырып жіберіп, тағы да 4 минут көлемінде қуырып алатын боламыз. Келесі сәбізді саламыз. Мұны мен сәбізді салып, бірден араластырып жіберген жоқпын. Бетін жауып, 2-3 минут көлеміне қойып қойдым буына. Мұны сәбіз өздігінен, яғни буға жұмсарды. Егер де бірден араластырып жіберсеңіздер, сәбіздеріңіз кішкене күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан бетін жауып кішкене қоя тұрыңыздар. Жұмсарғанша одан кейін барып араластырасыздар. Мұны сәбіздің өзін тағы да 3-4 минут көлемінде барлығын қуырып аламыз. Мұны асты жабыспайтындай жақсылап араластырып жіберіңіздер. Келесі су құятын боламын. Менде мұндай 250 миллиграммдық кесе. Мен дәл осы кесемен күрішті өлшеп алдым. Менде 3 кесе күріш. Енді дәл осы кесемен 6 кесе су құятын боламын. Ескертіп өтетін нәрсе: қандай кесемен күріш алсаңыздар, дәл сол кесемен су құйыңыздар. Егер бір кесе күріш болса, оған дәл сол кесемен 2 кесе су құйыңыздар. Егер де 2 кесе күріш болса, дәл сол кесемен 4 кесе су құйыңыздар ары қарай. Яғни бір кесеге 2 кеседен су құйылады. Мұны дәміне қарай тұзын саламыз. Тұзы ашты болып кетпесін, сондықтан мөлшерімен өздеріңіз дәмін татып солай салыңыздар. Мұны бір қайнағаннан кейін астын жай отқа қойып, мен 10 минут көлемінде суын қайнатып алдым. Егер де сіздерде еттеріңіз кішкене қаттылау болса, 15-20 минут көлемінде қайнатыңыздар. Және де суды кішкене жарты кесе тағы да су қосып жіберіңіздер. Себебі суымыз көбірек қайнаған сайын бумен ол шығып кетеді. Сондықтан егер де 15-20 минут көлемінде қайнататын болсаңыздар, тағы да жарты кесе ғана су қосып жіберіңіздер. Мұны күрішті салып, барлығын сорпасына батырып жібердім. Мұны бетін жауып, ең қатты отта қайнағанын күтіп тұрамын. Осылай бір қайнайды. Ешқандай да қазанның жанынан кетіп қалмаңыздар. Міндетті түрде қайнағанын күтіп тұрыңыздар. Қайнағаннан кейін жылдамдатып астын ең жай отқа қойып, осылай күріштің бетін жауып, 25 минут көлемінде қазанымыздың бетін ашпай күрішті пісіріп алатын боламыз. Мұны 25 минут сағаттарыңызға қарап отырыңыздар. 25 минуттың ішінде сіздердің күріштеріңіз осылай дәл менің сияқты пісіп шығады. Сосын оттарыңыздың астын өшіріп, ары қарай тағамдарыңызды салып ала беретін боласыздар. Мұны дәл менікіндей көріп тұрғандарыңыздай, менде күріш ешқандай да езіліп кеткен жоқ. Және де бір піспей қалған жерлері де болған жоқ. Барлығы бір келкі пісті. Бәрі де осындай шашыраңқы болып, өте дәмді болып пісіп шықты. Сондықтан қорықпай дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.
Видео барысында айтылған кеңестерге құлақ асыңыздар. Ол сіздерге пайдалы болатынына мен сенімдімін. Мұны менде осындай тәбетті ашатын өте дәмді күріш пісіп шықты. Кез келген салат түрімен немесе басқа да салаттармен ұсынсаңыздар болады. Мен кішкене ғана пияз қосып жібердім бетіне, себебі пиязбен қосып жесеңіздер де ол дәмді болады. Мен сіздерге дәл осы рецептім пайдалы болды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып өтуді ұмытпаңыздар. Келесі шыққан видеоларымды ең алғашқы болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет.